Ağızға қаттап түсіріп келіңдер деді. Сол көзбен енді қазіргі кезеңді салыстырмай отыр да, не қилы ескі бейіттерді аралап өттім. Онда небір көне бейіттер бар, ешқандай ескерткіш мынау жоқ, көбінде Самарқанның Көктасы жатыр басында. Болды, басқа артық ысырап жоқ. Артық нәрсе жоқ. Ал енді бейіттерге бармай тұрмаймыз. Бейіттердің еңсесі көтеріліп баратыр қазір. Неше түрлі бірінен бірі жарысып, бірімен бірі тайталасып, мраморлатып, граниттетіп, неше қилы құрылыс үйлер. Сонда деймін де, мен де Құдайдың пендесімін дегенде, Алла деген аузымызда Бекболат айтқандай. Бір түрлі біздің ортамызға сол бақталастық, бәсекелестік. Өлімге де қабыстан. Қалай да оны асырып жасауым керек. Одан биік жасауым керек. Одан қымбат тастар әкелуім керек. Сонда осының өзінің Құдай өзі кешірер, анау дүниеден өткен адамдардан бір иманды болсын. Солардың алдындағы парыз қарызын имандылық жолмен өтей алып жатыр ма? Асыра шүлтекке барып, асқындып кетіп жатыр ма? Осында ойланатын кез келді. Бәрі мұсылман болатын болсақ, бұндай нәрсені ойланбасқа болмайды. Сауалым, ақ жамылып, әулие аралап жүрген адамдардың мақсаты имандылық деп айта аласыз ба? Аллаху акбар. Осының бар жағында бір ізгілігі имандылық емес, өзін-өзі насихаттау, өзін-өзі көрсету жатқан сияқты. Аруақты пайдаланып, ана елге жұртқа ақша табу. Бір жағынан ақша табу, пайда табудың көзі. Түркістанға, Арыстанбабқа, мынау Бекет атаға ұйымдастырып барып жатқан неше түрлі адамдар бар, естіп жатамыз. Қабырдың басын ұстап, маңдайын тигізіп, Аллаға көпшілік осының барлығы. Көпшілік өткені. Сенімен біздің сиынатымыз Алла тағала. Алланы ұмытқан кезде басқа қосалқы дүниелер алдыңыздан шығады да, соның иінінде ағында кетіп қаласың. Менің қояр сұрағым, қазір ел арасында Аллаға серік қосу деген сөзді көп еститін болдық. Осы сөздің мағынасы қандай? Аллаху акбар. Аллаға серік қосу, Алладан басқа құдірет бар, және Алладан күшті біреу бар, және Аллаға тән сипаты мақлұққа, яғни жаратылғанға беру үлкен күнә болатын болса, сол күнәлілердің басы осы дүниелерден, болмас нәрселерден басталып кетеді, аяғы үлкен қасіретке ұшыратып жатады. Соны шамадан тыс ырымшылдық. Мен өскен ауылда шолақ дейтін болды болды. Сол кісіден сұрайды, ата, битті сықса не болады дейді. Сонда ойлайды, битті сықпа, арысың кетіп қалады, шалбарды басыңа жастама, аяғың аспаннан келеді деген. Сондай бір болмайтын нәрсе ғой. Сосын битін семіз ба қарағым дейді. Семіз десе шырт ете қалады дейді. Ал аяғы шалбар жасаса не болады басқа дейді. Шалбарың қалың бет қарағым, қалың болса ше десе басың биік болады, жұқа болса басың төмен болады, басқа ештеңе емес дейді. Келген нәрсеге реалды түрде, шынайы түрде қарау керек. Жалпы исламда қабірдің басына бармау деген нәрсе жоқ. Қабірдің басына бірақ қалай бару? Өзі пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам қабірдің басына екі түрлі себеппен ғана барыңдар дейді. Бірінші, сол жерде жатқан мәйіттің, дүниеден өткен әруақтың күнәсінің кешірілуін, жарылқануын сұрап барыңдар Алладан дейді. Оның өзін Алладан. Екіншісі, өзің ақыретті еске түсіру үшін, өлімді ойлау үшін бар дейді. Жас бол, мейлі кәрі бол, қадірің болсын тіріңде, қалар бір күн алтынбас қазылған көрдің түбінде деп, өзіңді өлетін жеріңді ойлап бару дейді. Өйткені қазақ қайтыс болды деген сөзді кісі дүниеден өткен адамға пайдаланады. Қайтыс деген сөз өзі қайтты. Қайтты деген сөз негізгі мекеніне қайта оралды дегенге қолданылатын сөз. Ал біздің халқымыз мұсылман болып ақырет дүниесіне нақты сенгеннен кейін дүниеде келген адамды дүние есігін ашты деп, ал дүниеден қайтқан адамды қайтты дейді. Сондықтан мен де қайтыс боламын, мен де осы Алланың алдына қайтамын деп ойлау үшін барыңдар дейді. Қазір енді молдаларымыз Аллаға шүкір көп айтып жатыр ғой. Сыйыну мен сыйлауды ажыратып әруақты сыйлаймыз, құрметтейміз, дұға бағыштаймыз, Құран оқимыз, тарихы ретінде таразылаймыз. Ал бірақ сыйыну ол тек Аллахқа жәрдем сұрау, мұқтаждықты сұрау тек Аллахқа деп, енді дін білетін адамдарымыз оны нақты айтып отыр. Қадірменді көрермендер, қасиетті Рамазан айында ел ардақ тұтқан ағаларымызбен ақылдаса отырып, біраз пікірлескен едік.
ой қорытқандағы сөзіміздің соңында барлық жәрдемшіміз де, барлық қолдаушымыз да Алла екеніне тағы да бір пәтуаласқандаймыз. Алла тағала сіздердің тілек құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Бір Алла өзі жәрдем етіп, екі дүниеде жүзімізді жарық қылсын. Келесі жүздескенше Алланың амандығында болайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.